Түнімен ұйықтамаймын деп соған алып кетіп бара жатырмын мынаны. Дұрыс, керемет. Егер сіздерді егер жөтелсеңіздер, тұмау болсаңыздар, осы лапинаны кішкентай балдарыңыздан үлкендерге дейін бере беріңіздер. Мен 3 жасар, 2,5 жасар немереме шприцке езіп бір таблетканы шприцпен аузына тығып жіберемін. 2,5 жастағы 2,5 жасқа. Үйленіп алған. Апам міне деп шприцін алып келеді. Сонымен қаламды аузына салып жіберемін, ішіп алады, артынан су дейді, суын жіберемін, кете береді. Дәмі жоқ бұның. Балалар қорықпайды, дәмі жоқ. Шөп. Сосын жаңағы өзіңіздің жаңағы бронх кеңірдекше қабыну 2-3 жылдан бергі. Қанша уақыт пайдаланғанда емделді? Мен осы мынаны 10 күн салдым. Мен мынаны қазір осы неге кіргеніме 3 жылдан асып бара жатыр. Мен бұны сумкамнен де тастамаймын, түнде жастығымның астына қойып жатам. Жөтелсем, немерелерім жөтелсе, оны жағып отырам. Бұл менің ең бірінші скорый құралым. Бұны тастасам, мен латвинаны мен бұны жөтелім қойғаннан кейін шынында мен де ішкен жоқпын. Жөтелім қойса тоқтатамын. Не шай іштіңіз мысалы үшін? Мен жөтеліп қалам ғой, оқта-текте күнге шықсам, күн суыққа шықсам, не қылғанда жөтеліп қалам. Балаларым, немерелерім далаға жүгіріп шығып жөтеледі, қазір тұмау көп қой. Сонда немерелеріме беремін. Үйден осы үшеуін мен үзбеймін, үйде тұрады. Жақсы, керемет. Жақсы, сіздерге де осын пайдалануды айтамын. Сіздер де пайдаланыңыздар немерелеріңізге, бәріне ешқандай зияны жоқ, шөп дәрі. Рахмет.